Бақыт шерефіңіз қайыр олсын. Бүгін ел қыш айының біріншісі Жума күні. Бұйы ТВ біз сізге Украинада олып кечкен вақалар ақында тариф етеміз. Москвада фаалер Қырым-татар милли әрекет ветераны Виджия Кашканың хатырасыны анды. Виджия Кашка ишғал етілген Қырымда вефат етті. Ондан ғайры Ярымадада Русияда қанунсыз тұтылған саяси мабусларда анылды. Олар арасында Қырымлы журналист Микола Семена ве режиссер Олег Сенцов. Акция иштиракчилерінің сөздеріне көре, нумайшлерінің мақсады акимиетінің әрекетлеріне итираз білдірмек ве Украинаға қаршы Русияның үжімлеріні тоқтатмақ. Русия ишғал етілген Ярымадада мечбури тарзда демографик вазиетіні дініштіре. Бұны Украина президентінің Қырым-татар халқының ишлерінден векелетлесі Мустафа Джемилев білдірді. Оның малюматына көре ишғалден сон Қырымда тахминен ярым миллион Русиялі весақты Луганск веданет жұмхуриетлерінің женкеверлері көчті. Бұның әле ишғалжия кемиет тамыры сәкенлеріні Ярымаданы терк етмеге зорлай. Мақсады Қырымны Кремль саясетіне рееткер олған ватандашлар әле ескян етмектен ибарет. Бұ есе ишғал етілген территорияларының статусы ақындаки Женева шартнамесіні Бузави Арбиджина етула, дей Джемилев. Официальная статистика говорит, что... Ресми статистикаға көре, үч бучық ел девамында Қырым Ярымадасының әйелісі 10%-ға артқан. Бұл да Қырымда өлім дәрежесінің доғув севиесінден дайма артмасы вақтында. Шымды Қырымда өлім севиесі Украина заманында олғанындан 1,5 қат артты. İşte bu vaziyette 10%-ға артуы аққында айтылмасы демографик вазиетні аселет деңіштергенлеріні көстеріп тұра. Қырым-татар эрбабы Наманчили Бидиханын тәржімиялы ilk сефер Украин тілінде басылды. Куреш мейданыны от басма серлевалы есер Украинада құрултайның 100 елығы мұнасибетінен дәрч олынды. Өз китапында Юнус хандым ялныз Қырым-татар милли үкіметінің бірінші елбашчының аяти елыны дігілді. Ярымадада большевиклер тарафындан запт етілмесінден sonra алып кечкен тарихи вақаларыны да тасвир етті. Муйлев совет заманлары гизли тұтылған весеқаларыны топлады. Китап сайфелерінде совет тәшвиқаты есанелерінің ялан ұлғаны көстірілі. Деп қайды телер Украина хабер саясетін әзірлігінде. Сьогодні ця книжка – це є однією зі зброї. Бүгін бұл китап контрпропагаданың селяларындан бірі ола. Ось ақиқатымызны, ось мевамымызны гизленілген тарих сайфелеріне, ось нұқтайы назарымызны көстіреміз. Челебиджихан тік Қырым-татар әрекетінің етекчісі дігілді Украин тарихының қысымы олмалы. Такий переламний момент для української історії. Украин тарихындаки бұл келбі деңішув девірі епімізге Қырым-татарларға, Украинлерге ве дигерлерге де тарихқа өз ноқтай назардан бақмаға имкан бере. Ишғал етілген Ярымадада Қырым-татарлар не ерге ғайып ола? Анчақ сорайық деген шеарнен онлар жефал Русия илчиханесі янында топлашты. Акцияда бізім ұқберіміз болынды. Олар қайда? Русия илчиханесі қапыларына келген акция иштиракчилерінен суалыдыр. Айны вақытта олар ишғал етілген Ярымадада ғайып олған Қырым-татарларының адларыны айтам. Эльмира, Қырымда олайытқан тақыплеріні өз көзінен көрді. Русия ФСБ хадимлері Украин тарафдары олған весанки, оның пропагандасыны еткен ақайыны тұтып алған еді. Эвімізде тінтух кечерілді. ФСБ хадимлері ақайымны алып кеткенде, оның ғайып олы жағыны түшіндім. Чүнки базы бір вақы девамында оннен бақ ұрып оламайдым. Инсанларының ғайып олғаны, не дегені өзімде есеттім. Эльмира Ақайы Юрийның азат етілмесіне ерішіп болды. Амма ФСБ қорқызуларындан сон тұбған Қырымны терк етмеге мечбур қалдылар. ФСБ бөлігінде едім, мені анда сұрғуға чектілер. Ама sonra нечондыр мені азат еттілер. Жемиеттің саясында олса керек, йоқ олмақ кереклігіме има еттілер. Файлерінің малюматына көре Русия Ярымаданы ишғал еткенінден сон Қырдор Қырымлы ғайып олды. 17-сі тапылды, 16-сы әлі белгісіз ғайып олғанлар сырасына кіре. 6 инсан вефат етті. Да 2 адам
апсгерлерінде булуна. Зараз насправді ми бачимо Şimdi Kırım'da insan haklarının bozulmasını göremiz. İnsanlarını evlerinden tutup esir etiler. Kanunsuz tüntüvler keçirilir. Sonra tutup alınganlar ya gayip ola ya da onlarını hapishanelerde kıynarlar. Bu Rusya elçixanesi yanında geçirilgen 17. aksiyadır. Birincisi Ervin Kayda adlı aksiya 2016 senesi iyul ayında geçirildi. O vakit işgal etilgen Kırım'da bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra komitetinin azası Ervin İbragimov'nu tutup esir etken ediler. Video nezaret kameraları Rusya yol teftişçilerinin urbasına kiyingen iki şahısının İbragimov'nun maşinasını toxtatıp onu öz mikroavtobusuna zorlap oturganlarını kaydetti. İşgal etilgen Kırım'da işgalciler S-400 zenit raketalarının Triumph serlevalı dabır sistemasını tıklayacak. Bunu Rusya Federasyasının silahlı kuvvetlerinin Cenubi Arbi bölgesinin matbuat hizmeti bildirdi. İşgal etilgen Yarımada'da işgalciler tarafından bu gibi zenit raketalarının bir alayı endi yerleştirilgen. Raketanın 400 kilometre uzaklıkta ve birkaç metreden başına birkaç kilometrege kadar yükseklikte nişanlarını atıp vurması mümkün. 1932-33 seneleri olgan açlık Ukrayn halkının genocidi ola. Bu vakalarını Ukraynlarının Sovet hakimiyeti tarafından yok edilmesi, yani genocid olarak adlagan kanunu Yukarı Rada 2006 senesi tamam noyabrının 28'inde kabul etken idi. Şimdiki vakitte dünyanın 23 memleketi facianı resmi şekilde genocid olarak tanı ve takbih etti. Aynı karar Avrupa Şurası, Avrupa Parlamenti, Birleşken Milletler Teşkilatı ve diğer halkara teşkilatlarda alındı. Tarihçilerinin bergen malumatına göre suni kutlevi açlıktan 3 milyondan 8 milyonga kadar Ukraynalı helak olgan idi. Kibirgi. Donetsk hava limanının himayecileri hakkındaki filmni birinci olarak Mariupol kurdu. Bu Cibeden 20 kilometr uzaklıkta yerleşken şehir. Şunun için çekiş grupası filmnin ilk gösterilecek yeri hakkında hiç şüphelenmedi. Dep ayta filmnin rejissörü Ahtem Sitablayev. Onun sözlerine binaen Erbar Karaman'ın hakkı prototipi var. Dramanın premierası vaktinde kinoteatr zalı doluydu. Seyirciler arasında harbi hizmetçiler ve şehir sakinleri. Ukrayna oynatuvuna film dekabrının 6'sında çıkacak. вот в такой форме показывают. Bu şekilde göstermek, hakikatini anlatmak sadece mühim değildi, ondan daha da imiyetlidir. Anda olgan yaşlar hakkında hatıradır. Знімаємо фільм. Film gerçek askerlerinin hatıraları üzerinde çıkarıldı. Scenaryini Natalya Varajbit yazdı. Bundan soň arbiler onu okup çıktı ve scenaryinin müellifdeşleri oldu. Her gün çekim meydançıklarında kiberklardan biri bulunaydı. Bu tek Donetsk havalimanının koruyucuları hakkında değildi. Yanı insan, yanı memleketinin doğuvu hakkında filmdir. Britaniyanın Gari şehzadesi Evleni, Karal ailesinin matbuat hizmeti bildirgeni gibi Gari ve sevgilisi aktrisa Meghan Markle nişanladılar. Noyabr ayında söz kesildi. Kraliçe ve kral ailesinin diğer yakın azalarının söz kesim hakkında haberleri var. Gelinin ana babası razılığını verdi. Toy gelecek sene barda geçirilecek. Çiftin beraber olması hakkında kral ailesi iyinde ilan etti. Meghan Markle 36 yaşında Force Majorlar serialındaki rolünün nam kazandı. Aktrisa indi ikinci sefer akayga çıkan. Prens Gari 33 yaşında evli değildi. Bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini Ukrinform saytında okuyabilirsiniz. Yayınlanan haberlerini kaçırmamak için Facebook sayfamızı takip etiniz. O'zingizga muhayt olunuz. Ko'rishguncha.